Құрметті достар, бізді жиһаз кәсібімен таныстыратын Қуаныш мырза. Қаражат болмады, біз кредит қалдық. Жаңадан бастап отырмын. Пашаға түсіндірсеңіз, неден бастауым керек? Оны сату керек. Тұяғына да татмайды, былай айтқанда, 10% ананы. Енді бастап отқан кезде? 2 айда примерно ақтадық. Іскердің жаңа шығарылымы. Бұл шығарылымда біз сіздерге жиһаз кәсібі жайлы айтатын боламыз. Қайықтан алуға болады, қалай сату керек, неден бастау керек. Жалпы осы кәсіп жайлы толықтай ақпарат беретін боламыз. Өте қызықты шығарылым, сондықтан соңына дейін көріңіздер. Достар, қолдауын кетпейік. Комментарий, лайк, подписка. Бұл іскер және оның жүргізушісі мен Ізбасар Дәулет. Ассалаумағалейкум. Құрметті достар, бізді жиһаз кәсібімен таныстыратын Қуаныш мырза. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Бірден бірінші сұрақтан бастап кетейік. Жалпы негізі жиһаз кәсібі өте көп. Конкуренция жағынан, әлі де жаңадан бастап жатқан адамдарға орын бар ма әлі? Әрине бар. Негізі бұл Қазақстанның нарығы өте үлкенді. Но именно біздің лофт мебель деген, біз лофт мебельмен айналысамыз, ол темірден жасалатын мебель. Ол өте, енді ғана лофттың дәуірі енді басталып жатыр да, ол өте аз нарықта. Ол көбінесе үй жиһаздарында онда көп, Негізі да, үй жиһаздарын, ас үй жиһаздарын жасайтын мебельный компаниялар өте көп. Ұсақ, көп олар, өте көп компания. Так, біз қазір қай жердеміз? Біз қазір біздің үлкен екінші цехтамыз. Бұл негізі екінші цех болып саналады. Бірінші цех біз кезінде бастаған кезде кішкентай 50 квадратта бастағанбыз. Бірақ та ол жақта да біз жапқан жоқпыз. Ол жерде швейный цех қылдырып қойдық. Ол жақта бізде орындықтар жасайтын цех қылдырып қалдырдық та. Мына жақта уже үлкен сварочный цех жасадық ол жерде. Мына жақта барқанда темір, основасы осы жерде дайын болады. Основаның бәрі осы жерде жасалады. Мына жақта тек орындықтар сонда жасалады ма? Орындықтар, тек тігілетін заттардың бәрі сол жақта жасалады. Матамен жасалатын бәрі, темірмендердің бәрі осы жерде жасалады. Жалпы сіздердің ашылғандарыңызға қанша уақыт болды негізі? Біздің негізі бастағанымыз 1 жыл бұрын бастадық негізі. Но официально уже реклама Инстаграмнан айтып, анамнан бастағанымыз ол декабрьда болған негізі. Но біз басында бастағанда біз былтыр осы уақыттарда августтың соңына таман бастағанбыз. Бастап кеттіңдер, 1 жыл болды. Жалпы осындай цех ашып, жалпы мебель осы кәсіппен айналысу үшін, жиһаз кәсіппен айналысу үшін шамамен қанша қаражат керек? Шынымен айтқанда мен дос баламен бірге бастаған кезде бізде қаражат болмады. Шынымен айтайын. Қаражат болмады, біз кредит қалдық. Қазір кредит деген қазақ халқына өте жақын зат қой. Кредитқа торцовка, сварочный аппарат, болгарка керек заттардың шамамен где-то 500-600 мың теңгеге кредитқа заттар алдық. Олардың тез-тез жауып тастадық оның бәрін. Былай айтқанмен де 600 мың теңгемен бастадық қой біз. 600 мың теңгеден бастадық. Кредитке 600 мың теңге сумма алып, ең бастапқыда жаңадан бастау үшін 600 мыңдай ақша жетеді. 85 мың теңге арендаға цехқа кірдік, 85 мың теңге арендаға. 85 мың енді кредит қалған жоқпыз, ол өзіміздің ақшамыз болды. Оны төледік, 600 мыңға оборудование алдық та, содан бастап кеттік. Негізі бұл кәсіпті, мысалы кішігірім жер үйде болса, үйдің жанында бастап кетуге болады ма? Әрине, бастап кетуге болады. Қайдан келді жалпы идея осы мебельмен айналысам деген? Сіз мүлдем басқа сферада жүрген адамсыз ғой? Менің өзім сол бірге бастаған дос балам, Айдын деген менің партнерім бағана айтып отқан. Сол негізі өзі қолы шебер де ұста. Өзі бәрі келеді қолынан да. Сол дос баламның айтқан ісі ғой, бұл бұрыннан маған осыдан 1 жыл бұрын айтқан, мен ашайын деп жатырмын, анау-мынау деп. Сол кезде білем, мен мына жақта өзім жұмысым бар деп жүргем. Содан кейін 1 жылдан кейін қайтып келіп, осындай ашайық деген кезде тәуекел деп бастадық. Негізі сіздер екеуіңіз серіктестер, Бұл жақта кім неге жауап береді сонда? Мен полный маркетинг жағына заказ беремін, отвечать етемін, полный маркетинг жағында. Айдын полный производство заказ отвечать етемін. Өндіріс сол кісінің қолында. Өндіріс сол кісінің қолында, Бұл кәсіпті жалғыз адам бастай ала ма негізі? Негізі бастай алады, но кішкене қиындау болады деп ойлаймын. Негізі 2 адам бастаған жөн. Екі адам бұл айтқанда басқару жағынан, басқару, басында да біз басқаруды істеуде екі адам болып бастадық.
сондықтан екі адамнан бастаған дұрыс. Жаңадан бастаған адам болса, екі адам болып бастаған дұрыс, иә? Біз қазір уже екі адам бастадық. Қазіргі таңда 9 адам болып жұмыс істейміз. 9 жұмысшыңыз ба? 9 жұмысшымыз. Общий жалпы 9 адам Иә, өзімізбен бірге бәріміз 9 адамбыз. Сонда бұл кім қандай айтып жүрсеңіз? Ол біз Айдын екеуміз. Сіздер универсалсыздар енді. Иә, біз бәр жерде нете береміз. Потом неде мягкая мебель дейді, тігін жағында бізде 2 бала. 2 бала. Потом мына жақта бізде 2 сварщик бар. 2 сварщик бар, 1 кесетін бала бар, бәрі темір торлайтын, и 2 тазалайтын бала бар. Соның бәрін дайындап, покраскаға дайындауға дейтін 2 бала бар. 2 бала бар, түсінікті. Жалпы осылай 9 адам тұрасыздар сіздер қазір, иә? Жалпы жұмыс процесін түсіндіріп беріңізші, қалай, мысалы, мен клиентпін, сіздер таптым, дальше қалай болады, мысалы, заказ дайректке жаздым сізге дейік. Иә, дайректке жаздыңыз. Сізге не керек екенін сұрап білген соң, мен сізге варианттар жіберемін. Мынау. Немесе көп клиенттің уже қазір әрбір клиенттің өзінің дизайнерлері бар да, қазір сондай заман болып кетті. Үйіне ремонт жасаса да, там бір заведение ашса да, өздерінің дизайнерлары готовый дизайнмен келеді. Готовый дизайнмен келеді да, оны бізге алып келеді, мы это все санап болған соң, счет беріп, 70% предоплатамен жұмыс істейміз. 30%-ын жұмысын бәрін бітіріп, уже бәрін орнына қойып болған соң, доставка болған соң, бізге қалған 30%-ын төлейді. Түсінікті. Процесс, получается, сізге жазды, сіздер вариантта жібердіңіз, болмаса ол кісі өзінің дизайнын берді, сіздер жасап дайындап бересіздер, предоплата аласыздар, жасап дайындап бересіздер, доставкада полный оплата болады. Осының процесс, түсінікті. Жалпы егер де осы 70% заказ берді, 10%-ның ақшасын төлеп тастады, бірақ белгілі бір себептермен, мысалы, бір жабылып кафе жұмыс істемейтін болып қалып, отказ болып қалған жағдайда ол заттарды қолдану бола ма қайтадан? Негізі болады, но бізде Аллаға шүкір, возврат деген тема жоқ та. 100 случайдың бір, может, 4-5 болып қалуы мүмкін. Жалпы, осындай сіздер конкуренция жағы негізі, именно осы сферада? Жиһаз сферасында болмаса, осы лофт сферасында? Лофт сферасында біз әлі, құдайға шүкір, конкуренцияны сезіп жатқан жоқпыз, шынымен керек. Бізге Алматыдан бөлек біздің заказымыздың 60% региондардан келеді. Басқа қаладан. Это Астанадан бастап, Нұрсұлтандан бастап, Чимкент, Тараз, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Орал. Сол қалаға дейін заказ бердік. Қазақстан барлық. Семейге де жібердік уже, Петропавл, Павлодарға да жібердік, Қарағандыға да жібердік, бәр қалаларға жібереміз. И оларға доставкасы қымбат шығады, жеткізу қымбат шығады. Мысалы қалай кетер, Атыраудан бізге түсті заказ, барный орындықтар дейді, барда отыратын, бойы биіктеу, сондай орындықтардың 7 штук заказы келді, 18 мың теңгеден. 7 штук заказы келді, 18 мың теңгеден. Біз жасап бердік, доставкасы бір орындықтық 7 мың теңге шықты. Доставкасы бір орындыққа. Сол кезде мен сұраймын да, сіздер неге Атыраудың өзінен заказ бермейсіздер? Сіздерге доставка бұл 50% почти шығып тұр ғой деймін да, мысалға. Почти 50% шығып тұр десем, бізде ондай жоқ дейді. Атырауда бар дейді, мебель жасайтындар бар, есть сварочный цехтар бар дейді, но олар мебель жасамайды дейді металдан. Ешкім жоқ деп тұрсыз, бәрін біріктіретін адам болады? Иә, біріктіретін адам жоқ әрбір қалада мысалы. И сол кезде бізге өзімнің жанындағы досым, партнерім Айдын екеуміз біз ойлағанбыз, обучение ашайық деп. Басқа қалаларға ма? Иә, басқа қалалар болғанда, қай қала болсын бәрібір, Алматы болсын. Өйткені нарық өте үлкенді, конкуренциядан қорқпаймыз. Нарық өте үлкен. Сол кезде обучение ашуды бастадық, оқытуға үйретіп бастап едік. Енді білмеймін, Алланың қалауымен әлі оқушыларымыз болған жоқ әлі. Бізде 1 жылдық алған өзіміздің еңбегіміз бар, тәжірибеміз бар. Где-то мы өртенген жеріміз бар, мына жері дұрыс емес, мына жері дұрыс, анау ақшамен де кеткен. Но соның бәрін біз жинақтап бір оқу бағдарламасын дайындап қойғанбыз негізі. Негізі бар оқу бағдарламасы келіп, 1 айдың ішінде толықтай басынан аяқ от до үйреніп кетеді. Ол не үйренеді? Бірінші это, конечно, сварка. То есть қалай дұрыстап сваркілеу, чтобы ертең ол сынып қалмайтындай, қанша сварка болғанда ол сынып қалуы да мүмкін. Потом екінші это заказ түскенде мысалы дизайн жасау.
дизайн біз автокад және де мебельдің базис деген программасы бар. Екі программада үйретеміз қалай жұмыс істеу керек екенін. Қалай градусы выводить там. Просто алып 90 градуспен кесе бермейсің. Где-то 7 градус, где-то 35 градус, где 15 градус. Әрбір градустар бар. Солардың бәрін келтіріп, кесуді үйретеміз. Кесіп болған соң, это получается сварка. Сваркадан кейін металдың өзінің тазалау әдісі бар. Біз мысалға басында тазалаған кезде бізде бұндай сапа болмайтын. Мысалға біз басқа нелердің көрдік, мен бір кісілердің сапаларын көрген кезде мен таңғалғам. Мынандай сапа жасауға бола ма деп. Бізде ана бояйтын цех бар, фабрикне завод бар. Сол жақта барған кезде басқа кісілердің именно металды апарған кезде мен көргем, мынандай сапа жасауға бола ма деп. Бұлар қалай тазалайды деп. Потому что ананы көрген кезде айнада қылып тазалап қойған. Біздікі оған тұяғына да татмайды, былай айтқан енді 10% ананы. Енді бастап атқан кезде болды. Иә, енді бастап атқан кезде. Қазір біз сол кісінің сапасына енді 100% келмесек те, бір 90%-іне келдік. Тазалаудың да әдісі бар, то есть қалай тазалау керек, немен тазалау керек. Иә, өзінің технологиясы бар. Оның чтобы тазалағанмен де сенің анау тазалап атқан заттарың тез желініп кетпеу. Ол да материал, ол да сенің ақшаң, ол да сенің қалтаңдағы маржаң. Вот, соны одан кейін ол мебель жасап болған соң, оны сату керек. Уже маркетинг. Иә, маркетинг жағынан қалай таргетті жүргізу. Мен мысалы өзімнің парақшамның таргетін өзім жүргіземін. Өзім жүргіземін. Иә, өзім жүргіземін. Таргетін өзім жасаймын. Толығымен. Таргетті қалай жасау керек, қалай жіберу керек. Целевая аудитория дейді қазір. Соның бәрін настроить етіп, дұрыс жасаудың үйретемін. Және де Instagram парақшасын, мысалы адам кірген кезде, шынымен керек андай страницалар болады, кіресінде, очень серьезный страница екенін түсінесің, то есть бәрі полный информациясы тұрады, соның бәрін жинақтап қою. Вот соның бәрін үйретеміз да, мысалға. Ол да үлкен жұмыс дейсіз. Иә, ол да, енді Инстаграммен жұмыс істеп оңай сияқты негізі, бірақ оның өзі. Иә, Инстаграммен жұмыс істеп жүргенге 5-6 жыл болды ғой Инстаграммен жұмыс істеп жүргенімізге. Вот енді біраз болса деп білеміз енді, соның бәрін үйрету, соның бәрін пакетке жиып қойғанбыз. Жалпы мен осындай цех ашқым келді. Жаңадан бастап отырмын. Пошагово түсіндірсеңіз, неден бастауым керекпін? Негізі жалпы осы жиһаз кәсібімен айналысу үшін маған неден бастау керек соны түсіндірсеңіз? Қандай бірінші өзің бағытыңды алуың керексің, то есть это корпусная мебель, это мягкая мебель, это либо лофт, то есть үш направление бар. Вот. Сіздердің мысалдарында мысалы лофт болып бастайтын болсам? Лофт бастайтын болсаң, это ең бірінші керек цех, это 30-40-50 квадрат жетеді. Бастапқыда 30-40 квадрат, иә? Спокойно жетеді, 50 квадрат. Біз өзіміз бастағанымыз 50 квадраттан бастадық. 50 квадрат орын жетеді, это бір сварочный аппарат, бір торцовка кесетін, это тем металлды кесетін, болгарка, шурпайвер. Болды. И там расходный материал, это каска, там перчатки, анау деген сияқты расходный материалдар ғана керек. Вот мен бастадым, получается, мен бірінші очередь аламын, осы заттарды сатып аламын. Дальше қарай процесс қалай болады, мен клиенттер қаяқтан аламын? Ең бірінші это OLX. OLX шынымен керек, это үлкен площадка деп айтса болады, где адамдар өздерінің қажетті заттарын іздейтін, өте үлкен. Біз басында Инстаграммен өйтіп ондай сауда алмайтынбыз. Біз тек қана OLX-тан алатынбыз. Көп, где-то 80% біздің жұмысымыз, клиенттеріміз ол бізде OLX-тан келетін. Қазір орын ауысып кетті. Қазір бізде 80% Инстаграм келеді, 20% OLX кетеді, потому что енді мына жақта таргеттің бәрін настроили, бәрін жүріп жатыр өзімен. Бір жүйеге келді. Иә, бір жүйеге келді. Кейде OLX-ты да ұмытып кетесің. Иә, ол жақта беріп қою керек, анам рекламасын беріп қою керек деп. Ол жақта да өзінің әдістері бар. Ол жақта да ақша салмасаң, сенің де рекламаң астында жыта береді ол. Топқа қою керек. Иә, топқа қою керек, шығару керек. Қызықтырушы сіздер қандай реклама түрлерін пайдаланасыздар? Міне OLX бар, Instagram бар, сосын? TikTokта бізде бар страницамыз. Но TikTokта шынымен айтуым керек те, ол жақта жастар отырады. Кішкентай балалар, бүлдіршіндер отырады. И оларға ол қызық емес те өте. Сондықтан бізге қазіргі этапқа бізге жетеді. Осы Инстаграм мен OLX-тің өзі жетеді. Мысалы мен бастап отырмын, маған бірінші очередьте контент керек қой, мен суреттерді табу керек, мен қаяқтан алуға болады? Суреттер. Мен жарайды технологиясын үйрендік дейік. Үйреніп алдым. Біз басында негізі шынымен керек интернеттен алатынбыз. Интернеттен алып, мен мынаны жасай алам. Мен мынаны жасай алам деген столды аламыз да, суретін алып өзімізге сатып қоятынбыз басын. Мен мынаны жасай алам деп, там
20 шақты сурет жасап алдық та өзімізге интернеттен. Шыны керек. Интернеттен скачать еттік та, соның бәрін өзімізге қойып қойдық жүктеп. Кейін бірақ әлі жасап көрмегенсіздер. әлі жасап көрмегенбіз, жасай аламыз деген оймен алып жүктеп қойдық өзімізге. И ақырындап клиенттер маған мынандай жасап берші дейді. Сол жүктелген, сол саналған суреттерден. И соны жасаймыз да, енді 100% болмаса да енді 90-95% ұқсатып, шама келгенше ұқсатып жасап береміз. Ну, Инстаграмнан кіріп көрсеңіздер болады. Астынан белгілеп кетеміз. Бәрін ұқсатып жасатамыз. И артынан кейін өзіміздің суреттеріміз пайда бастады. Қазір ондай жоқ, біреудің суретін қою деген. Қазір мысалға шынымен керек, байқаймын мен кейбір страницаларда байқап қаласың, біздің суреттер жүреді. Жаңадан бастап атқандағы ма? Біздің суреттер жүреді. Менің цехымның алды, мына цех бар, ана цех бар, екі цех бар, соның алдындағы өзімнің түсірген суреттерім біреулерінің парақшасында жүреді. Негізі жетістік сияқты ғой негізі. Бәлкім. Жалпы осы цехті таныстырып өтсеңіз, қалай жұмыс істейсіздер? Жүріңіздер, қош келдіңіздер. Мынау біздің негізгі основной, бұл темір. Осы жерге жинап қоямыз, размермен. Әр мебельдің өзінің размерлері болады. Әрбір столға, орындыққа, домалағың бар, дәуің бар, кішкентайың бар. Бізде мұнда металдар тұрады. Мына жерде басында заказ түскеннен кейін, мына жерге размерлермен келеді. Мына жерге размерлері бәрі қанша сантиметр, градус, анамына бәрі мұнда дайындалып келеді. И осы жерде бізде кесет металды. Мына бізде Макета деген фирма бізге ең басында көмек істеген. Ол біз ашылғаннан кейін бізге февраль айында ғой, февраль айында 1,5-2 миллионға жуық бізге оборудование берді бесплатно. Өздерінікінен тегін рекламаға, то что біз жасағаннан кейін отметка жасаймыз деп. Кесетінің бар, болгаркаң бар, шуруповерің бар, соның бәрін бізге бесплатно тегін берді. Бірінші керек заттардың бәрін жатып. Керек заттардың бәрін өздері айтты, не керек, бәрін жазып берді. И бізге өйстіп сыйлыққа берді. Негізі амалын тапса, ондай да варианттар бар дейсіз ба негізі? Конечно. Мына жақта бізде енді металды кесіп болған соң бәрі мына жаққа келеді. Бұл жерде енді біздің сварка накасы несі? Қазақшасы қайнату екен. Қайнату? Варить дегеннен. Пісіру. Пісіру? Пісіру екен. Сварканың қазақшасы пісіру екен. Варить деген от слова варить, пісіру екен. Бізде мұны ерде мебелді пісірет десең де болады. Осы жерде біздің сварщиктарымыз бар. Поварлар дейсіз ғой. Поварлар мына жерде міне 4 аппаратымыз бар. Осы жерде осы столдардың ішінде соның бәрін варить етеді. Осы жерде құйылады, варить етеді? Осы жерде пісіреді. Мынау сол бағанағы Макетаның берген подарок, шурповерттары, болгаркалары бәрі ана жерде, метрлары бәрі солардың біздің подаркымыз. Мына жерде мынау труба гипс дейді ғой. Домалақ столдары болады, орындықтары болады, солардың несін осы темірмен айналдырып. Кез келген формаға келтіруге болады. Кез келген формаға келтіруге болады. Мынау да бір кішігірім аппарат, бұл да темірді майыстырады. Ішіне андай прут дейді ғой, прут саласына бүйтіп керек градусыңа өзіңе майыстырып жасап аласың дайындап. Бізде аппараттарымыз енді полуавтомат дейді ғой, кемпинг. Электродпен шығарды ма? Кезінде электрод емес, кемпинг деген қазіргі жаңа технологиямен сағаны, жаңа технологиямен, углекислый газбен. Қанша уақытқа жетеді негізі? Әр қалай. Кейде болады, 5 күнде жоқ болып кетеді. Кейде 1 ай тұра береді. Шамамен қанша заказыңа байланысты ғой. Осы заказбен? Негізі енді білмеймін қалай айтуға болады. Мысалы бір орындықтың несін алайық, мысалында алайық, қанша орындық? Орындық бір 200-300 орындық жасайсың. 200-300 орындық жасайсың. Бағасы қанша бұның? Бағасы шыны керек 5 мың теңге болатын. Қазір соңғы 2 апта болды, бағасы 20 мың теңге болып кетті. 4 есе қымбаттап. 4 есе қымбаттап кетті. Бәрі қымбаттап жатыр, елдерге баға қымбаттасын түсірмейді. 4 есе қымбаттады, бағасы 5 мыңнан заправка болатын. Қазір біз соңғысы міне алғанымыз қазір жоқ, дефицит солярка сияқты. И бағасы 20 мың болып кетті заправкасы. Газ ба сонда бұл? Углекислый газ. Түсіндікті, 20 мың теңге кетті. Мына жақта міне готовый модельдер, ножкалар жатады одноразовый. То есть на стандартный размеры столы. Көбінесе бұл дайындап қойған шаблондар ғой? Бұл дайындап тұрған шаблондар. Бәрі дайын тұрған. Қарай уже индивидуальный подходпен каждый клиентке осы келтіріп реттеп бересіздер, Мына жерде бізде
популярный модель ножкалардың суреттері. Мысалы, клиенттер келген кезде сразу көрсетеміз. Вот популярный ножкалар, қайсысы керек деген сияқты. Вот номерімен. Мысал ретінде оқып қойғансыз. Иә, мысал ретінде оқып қойғанбыз. А бұл жақта негізі бұның бәрі сіздер Инстаграмда тұр, иә? Инстаграмда бәрі тұр, иә. Каталогпен, бағасымен, қайсы қанша тұрады, бәрі, иә, Инстаграмда тұр бізде. Клиент бірақ осы жаққа да келіп, таңдап кетуге болады, осыны аламын деген сияқты, иә? Түсінікті. Дальше? Так, мына жерде бізде кішігірім комната, бұл жерде там шурупы, мурупы, анау бәрі тұрады осы жерде. Кішігірім қойма, иә? Иә. Мына жер енді біздің үлкен бір клиентіміз заказ Астананың дивандар жасап жатырмыз ол кісілерге, орындықтарын жасап жатырмыз, столдарын жасап жатырмыз, осы диванның каркастары. Сонда ол ағаштан жасап жатырсыздар ма сіздер? Иә, бұл каркас ЛДСП-дан құрылады. ЛДСП-дан құрылады, бетіне соның поролон жабыстырылады. Поролоннан кейін матамен қапталып, әп-әдемі болып, түйме болса түйме, ортасында тігісі болса тігісі, диван болып шығады. Оны толықтай сіздер өздеріңіз істей бересіздер, иә? Сіз сонда ағашпен де жұмыс істей бересіздер ма? Иә, ағашпен де істей береміз. Просто бізге кесіп бәрін дайындап алып келеді. Осы жерін өзіміз жинаймыз. Жинап болған соң ана швейный цехқа жібереміз. Швейный цехта бәрін қаптап, тігіп, дайындап шығарады. Иә. Мына жерде міне столдың беттері Астанаға тоже жіберілетін. Мынау уже дайын беттер. Мынау дайын столешницалар. Бұлар сіздер заказ бересіздер, иә, партнерлардан, иә? Иә, партнерлардан заказ береміз бәрін. Бізге өйстіп дайын күйінде бәрін жібереді. Аның бәрі Құдай қаласа Астанаға кетеді. Түсінікті. Мынау өзіміздің не дейді ғой? Ағаш кесетін өзіміз қолдан жасап алғанбыз. Иә? Иә, міне астында неден көрсеңіздер, пчелкадан жасалған. Пчелкадан жасалған, мына жерде ағашты бүйтіп зыр-зыр етіп кесе бересіз, мына жерде отыр. Ана пчелкамен. Өзіміздің производствосы. Иә, бұл өзіміз жасаған, өзіміздің производствосы. Мына далада бізде уже дайын тұрған клиенттердің заказдары. Мынау міне бағана айтып жатқан ана цехтағы дайын. Орындық па? Иә, орындықтар, бұл біздің производство Қазақстандікі міне. Осындай мягкая мебель, отырып көрсең болады. Ыңғайлы екен негізі, дизайн жағынан деп. Мынау бұл кухонный мебель ма сонда? Қазір уже кухняға да, залға да, заведенияға да қазір бұл популярный модельдер болып кетті, мягкая орындықтар. Адамдар ала береді. Үйге де алады, заведенияға да алады, офисқа да алады, қайда болса да. Негізі сіздер основной заказдар қай жақтан негізі? Қарапайым не де ма? Адамдар заказ бере ма, әлде бір компаниялар нелер бере ма? Ну, аралас. Мен айта алмаймын тек қана. Ну, 50-50. 50-50. 50-50. Үйге де алады, и заведениялар да алады. Мысалға мынау біздің офистар. Бір кісілер офис ашып жатырды, офисная мебель. Полностью міне. Сіздер сонда байқанда бұны осылай каркаспен жібересіздер ме? Жоқ, бетіне столешницасын қойып береміз. Бағана көрсеткен сияқты столешницалар келеді, и бетіне салып жібереміз. Мысалға мынау кухонный стол. Қазір новая модель. Біз өзіміз ножкаға ат қойып қойғанбыз, краб деп. Краб деп ат қойып қойғанбыз. 8 адам, иә, біздің производство бәрін өзіміз жасағанбыз. 8 адамға дейін отыра алады мына столға. Вот, круглый стол. Қай жерге бұл сонда? Бұл үйге. Кухняға алып жатыр ма? Иә, кухняға алып жатыр. Мынау жалпы осы уақытқа дейін жасаған, мысалы, заказ түскен уақыттан бастап, қанша күн кетті осындай жерге жеткізгенге? Мынаған 4 күн кетті. 4 күн уақыт кетті, иә? 4 күн уақыт. Жалпы осының бір каркасын жинауға қанша уақыт кетеді? Краска боямай, тек қана каркасы десе. Каркасын жинау, жарты сағат, 1 сағат ары кетсе. Жарты сағат, 1 сағат, иә? Кесуімен варить, пісіріп, и тазалауыңа сол 1 сағат. 1 сағат өтеді, иә? Ал уже краска не, жалпы осындай состояние жеткізу 4 күн уақыт кетеді, иә? Бір затты. Иә. Енді бір зат болғанда, объеммен кетеді олардың бәрі. Мына жерде дальше жүре бастасақ, бағанағы мен акциямен жүріп жатыр деген керамогранит столдарым бар ғой, солардың ножкалары мынау. Көзбен елестету қиын екен негізі. Иә, көзбен елестету қиын, мына жерге суреттерін салып қойып, мен жіберіп қоямын саған. Вот сол акциямен кетіп жатқан. Мынау міне Астанадан қазір под ключ дейді ғой, полностью. Под ключ алғанбыз заведение, солардың орындықтары. Орындықтары. Әне анандай бағана мынау сияқты, қара сияқты домалақ столдары бар. Домалақ столдары бар. И міне мына жерде бағана столешницалар дедім ғой, дайын тұрған. Міне мынау солардың аяқтары. Аяқтары, иә? Иә, бұлардың бәрі Құдай қаласа Астанаға кетеді. Бұл уже полностью ағаш салып, не істеп, полын доставкасын өздеріңіз ұйымдастырып бересіздер? Иә, бәрін жасап береміз. Ояққа жиналмай барады. Астанаға жеткен соң, сояқта өзіміздің тоже інілерім бар, мысалға. Наемный адамдар бар, который барады да бәрін жинап орнына қойып береді. Просто оны жинап жіберейін десең, это, во-первых,
орын көп алады доставкадан, ақшаң көбірек кетеді. И барған кезде бір жер соғылып, там столешницаның где-то может запортачиться. И сондықтан біз бәрін бөлек-бөлек жібереміз да, и на месте жинап береміз бәрін. А мысалы мынау басқа қалалардан бір көрермендер көріп, осы жерден сіздермен жұмыс істеймін деп жатса, жалпы заказдарды алып, сіз соларға дейін жеткізіп бере аласыздар ма? Иә, жеткізіп береміз, но бізде доставка жоқ негізі. Доставка за счет клиента идет доставка. Потому что да, доставка бар десең, біреу Алматыдан шығады да, біреуі ойбай анау Атыраудан шығып жатса, сонымен доставкасын саған қалтаңа барады да, біз сондықтан басында айтамыз, доставка жоқ. Но я могу это все бәрін ұйымдастырып бере аламын. Организат беруге болады. Иә, организат етіп беріп. Иә, бізде ЖД вокзалмен бар, ЖД-мен жібере аламыз, иә. Транспортный компаниялар бар, межгород жүретін ары бері. И қаланың ішінде это популярный Яндекс шақыра саласында жібере саласың, грузчик керек болса, грузчигімен бар, грузчиксіз болса, өздері көтеріп алса, иә, салып жібере саласың болды. Түсінікті. Бірақ егер де басқа қаладан осы сіздердің заттарын сатқыларымыз келеді деп, өздері заказ қабылдап, сіздерге дайын заказдар әкеліп беріп отырса, сіздер жұмыс істей аласыздар, иә? Конечно. Иә, әрине. Мынау мысалға краска туралы айта кетсем, мынау порошковый полимерный покраска дейді. Бұл эмалевый краска емес, бұрынғы бізде щеткамен краскілемейміз бұны. Бұл контейнерде, печкада 250 градуста піседі. Порошок жағылады. Порошок жағылған соң, печканың ішіне кіреді да қайнатылады. Бұны қазір қолмен боямайды бұны, иә? Қолмен боямайды. Тек қана кәдімгі пульверизатор дейді ғой. Сонымен порошокты ататты, и печканың ішіне кіргізеді. Печканың ішінде 15-20 минуттай піседі. Краска байқанда сіңеді ғой. Сіңіп кетеді металлмен бірге. Металлмен бірге сіңіп кетеді. Негізде қанша миллиметрдегі краска примерно? Қалыңдық? 1 миллиметрдей шығады примерно. Мысалға, мына орындықтарымыз, мысалға, жарты жылдан, мысалы, қыстан бері далада тұр. Краскасы әлі өнбеген. Просто шаң болып тұр. Бұл шаблон ба сонда бұл? Иә, бұл шаблон дайындап қойған, барный орындықтар келіп сұрайды. Сол кезде көрсетесің, мынандай бар деп. И далада тұра береді, просто сүрте саласың, бұл қайттан өз қалпына келеді да, тап-таза болып тұрады. Бұған жаңбырда, қарда, күнде бұған қорқынышты емес. Бізге бұны краситетін, біз заводта краситеміз, мысалы. Олар бізге 10 жыл гарантия бере аламыз дейді, то что сынбайды, түсі кетпейді, өнбейді деп. Тот баспайды, ештеңе болмайды. Тек қана бүйтіп ана, енді кішкентай бала отырып, темірмен, ағашпен қырмасаң, краскаға кетпейді. Негізі онда вообще проблема жоқ дейсіз ғой? Одан проблема жоқ. Бұрынғыдай патек дегенде андай болады ғой, бүйтіп домалақ болып тұрады, мысалы біздің кезімізде көрген краскалардан. Ондай ештеңесі жоқ, ондай проблема. Мысалы, мына бір орындық қанша тұрады негізі сіздерде? Мына орындықтар бұлар 28 мың тұрады. 28 мың тұрады, сату бағасы, иә? Иә, сату бағасы. Негізі өз бағасы қанша бұлардың? Өз бағасы такс. Егер де жұмысымен бірге санасаң, где-то 20 мың теңге болады. 20 мың теңге, бұл 8 мың теңге таза пайда, иә? Түсінікті. Мысалы, мынау қанша тұрады өз бағасы? Бұл ножканың өзі 50 мың тұрады. Сату бағасы бұл, иә? Иә, сату бағасы 50 мың тұрады. Қаншаға шығады негізінде? Уже жұмысымен бірге где-то 35-40-тың ортасында болып қалады. Иә, 35 мың. Негізі бұлай жұмысын қоспасақ, бұл жақта қанша пайда негізі таза? Бір заттың өз бағасы мен жұмысын қоспасақ, 50-50 десең болады. Жұмыс это 20%, сол шығындардың бәрі соған кетіп қалады, иә? Это не только жұмыс, это сенің арендаң бар, ком услугаң бар, расходный материалдарың бар, бағанағы тазалаған кезде, сваркілеген кезде, электродтарың, соның бәрі келген кезде, соның бәрі соның ішіне кіреді. Барлық шығындарды алып тастаған кезде таза пайда 30% қалады, иә? Түсінікті. Мысалы, мынандай қанша заказ, қанша штук негізі? Негізі мына орындықтардан 28, столдары бір 21 стол бар, 28. Тек қана еще бағанағы сен отырған мягкий орындықтар бар оларды, тағы да 36 ма, сондай. Нормально объем екен ғой негізі. Под ключ дейді ғой. Иә. Толық барлық мебель жағын бәрін жасап беріп отырық, иә. Сол заведениені. Мынау боялмай тұрған кезіндегі орындықтар. Бұл қазір Шишка бар деген Алматыдағы франшизамен өсіп жатқан өте үлкен заведениялардың бірі, Шишка бар деген. Соларға жасалып қойған орындықтар. Негізі мынау беті подушкамен болады, спинкасы подушкамен болады. Террасный мебель дейді ғой. Летникқа қойылады. Мына жақта подушка съемный, мына жақта спинка съемный болады. Жаңбыр жауып жатқан кезде фук етіп жинайды да кіргізе салады. Бұлар қазір міне уже бояуға кетейін деп отыр. Бұларды қазір дайындап қойды, міне бәрін тазалап, сваркілеп, бәрін орнына алып қойды. Қазір бұлар покраскаға кетеді. Покраскаға кетеді, покраскадан 2 күннен кейін покраскадан қайтып келеді. Алып келеді, 2 күннен кейін сосын тағы да қандай этап бар уже покраскадан кейін? Покраскадан кейін бұл дайын, негізі бұл орындықтар дайын. Тек қана несі қалды?
подушкалар. Подушкалар қалды, олар. Өзіңіз тігесіздер, иә? Оларды өзіміз тігеміз, екінші цехта ол жақта. Сол жаққа барып көрейік онда. Ол жақта барып көреміз, Құдай қаласа. Мынау сіздердің екінші цехтарыңыз, иә? Негізі бұл бірінші цех болып саналады. Иә. Біз осы жерде бағана айтқан басында бастаған жеріміз осы жер. Аха. 50 квадрат, 80 мың теңге аренда деген. Осы жерде. Осы жерден бастағанбыз. Әлі солай тұр ма? 50 квадрат 80 мың теңге. Әлі сол күйінде тұр бұл жер. Иә, ішіне кіріп қарасақ, бұл жерде тігін шаруашылығы полностью. Вот айта кетсек, пуфик дейді ғой, ана кіре берісіне аяқ киім киіп отыратын. Вот осындай заттар сатылады. Бұл бұл жасалынады. заттан сияқты екен, иә? Бұл өзіміз жасаймыз бәрін производствосын. Сіздер қазір басқандай компаниялармен жұмыс жасайсыз, Z-мен жұмыс жасап едіңіз, иә? Иә, Z-мен жұмыс жасаймыз, Z біздің клиент, но біз оларға тек қана столдар жасап береміз. Темір каркастармен бетімен, иә, бетімен. Толықтай стол жасап бересіздер, иә? Толықтай стол жасап береміз, иә. Мына жерде біздің орындықтар, қазір бағана айтып жатқан сол подключ алған Астана клиентімдікі, полностью. Тігіс толықтай осы жерде өтеді, осы цехта өтеді. Тігіс, бәрі осы жерде өтіреді. Міне, тігіске керек заттар это компрессор, біреусімен клей атады, біреусімен не дейді анау? Жіптің несін атады ма? Жоқ, жіп емес. Степлер сияқты. Сонымен фанераны атып шығады. Пистолетпен атып шығады. Губкалар сонда осылардың ішіне кетеді, иә? Губкалар сидушкаларына 5 деген размерлері бар, 5 сантиметрлік. Шеттілеріне 3 сантиметрлік кетеді, артқаларына міне 1 сантиметрлік поролондар кетеді. Ана материалдар қайықтан аласыздар негізі? Маталарда тоже біздің партнерлар бар, российский мата. Вот М-Союз деген, сояқтан аламыз. Негізі бұл несі, бұл өндіріс темірде Россиядан, несі материалда Россиядан болады, е? Бар негізі, Дубайдікі бар, мысалға, Турцияныкі бар. Олар қымбат, өте қымбат, и бағасы қымбат болып кеткен соң клиенттер жоқ бізге кішкене арзандау мата деп. Но бұл арзан болғанмен де, Россияныкі арзан болғанмен де, сапасынан кем түспейді. Турциядан да, Дубайдан да кем түспейді. Тек қана түсі жағынан, несінен анау, вариант дейді ғой, выбор. Шектеулі ме саны? Иә, шектеулі емес, у них побольше. Мысалға, мына оттеніктің 5-6 цвет түрі бар деген сияқты. Жасылдың 5-6 оттенігі бар. А российскийда 2-3 видтар ғана бар болды. Арзандау болғаннан кейін адамдарға чекті азырақ болады дейсіз, шаңқанал қолайырақ, иә? Тамақ хозяйкалар бар, қазір мысалы мына орындықтарды алады. Бір орындығы мысалға 35 мың теңгеден басталады. Үйге минимум 6 орындық келеді. Бір үйге минимум дегенде 6 орындық алады. Это и то өздеріне ғана, мысалы кейбіреулер болады, үйлеріне 20 орындық алады, 22 орындық алады дәл столмен. 22 орындық алады. Иә. Сондықтан айта алмаймын. Әркімге әрқалай дейсіз ғой. Мына жақта да, мыналар да бағанағы сол алтынмен боялып тұрған орындықтардың сидушкалары дайын тұр. Бұлардың бәрін просто қадаймыз да, орап жібере бересіздер, иә? Сонда мына получается, жалпы каркасы темірден, сидушканың асты ағаштан болып тұр, иә? Асты ЛДСП-дан, иә. ЛДСП-дан, сырты материал. Сырты материал, ортасы поролон, синтепон, чтобы максимально адамға жұмсақ болып отырған кезде мягкий болатын. Тігін аппараты осы жерде тігеді. Осы жерден тігесіздер, иә? Қанша жұмыс жасайды бұл жақта? Бұл жерде 2 адам жұмыс жасайды. 2 адам жұмыс жасайды, иә? Олар күніне қанша осындай орындықтан жасай алады, мысалы? Әрі қалай? Біреусіне қанша уақыт кетеді? Біреусіне бұл негізі фанерадан каркасы, полностью фанера, арқасы да, орындығы, бұлардікі именно фанера болып келеді. Олар дайын күйінде келеді. Фанерасы. Формасымен, домалықтан дайын күйінде. Тоже біздің партнерлар бар, фанерамен жұмыс істейтін. Солар бізге дайындап жібереді осында. Дайындап кеңесін бұл жердегі балалардың ісі бұл поролонды қаптау. Поролонды клеймен жағады, кәдімгідей клейлеп. Артынан кейін мата қаптау. Болды. Сыртына мата жабады, иә? Сыртына мата жабады. Біреусіне ары кетсе 1 сағат уақыт кетеді, біреусін жасап тастауға. Егерде каркасы дайын келсе, каркасы дайын болған кезде, ары қарай мына жердегі жұмысы біреусіне 1 сағаттай жұмыс кетеді. Осы нәрсені дайын, осыны алдық, иә? Енді осы дайындалды, иә? Одан кейін барып анан каркасқа қоясыз, и болды клиентке жібере ма? Иә. Аяқтарға қоямыз, ножкаларға қоямыз, клиентке жібере береміз. Ұстатасыздар, кете береді, иә? Түсінікті. Жалпы осыны айтсақ? Осы?
600 мың теңгеден бастады дедіңіздер, иә? Сол уақытта қанша уақытта ақтауға болады осыны? 600 мыңды шыны керек басында біз 2 айда примерно ақтадық. 2 айда ақтадыңыздар? Ақтап, жаптық. Это, ну, табысымыз. Ол тек қана қазір OLX-пен осында болып жүрсе? Ол кезде я тек қана OLX-пен жұмыс істедік. 2 аптадан кейін? 2 айдан кейін. 2 айдан кейін таза пайдаға шыға бердіңіздер? 2 айдан кейін уже инструментіміздің бәрін, кредиттің бәрін жауып тастадық та, уже пайдаға кіре бастадық. Пайдаға кетті. Түсінікті. Жалпы біздің каналдың бір басты сұрақтарының бірі, жалпы осы кәсіптен жеке сіздің бір айлық табысыңыз қанша қазіргі уақытта? Ну, 1 миллион деп айтса болады. 1 миллион айына таза пайда шығару, да? Бұл бір жылдық опытпен 1 миллионға шықса болады ма негізі? Иә. Негізі бұлай айына бастапқыда қанша шығып тұрады негізі? Айына сол бағана айтқандай, бір адамға 150 мыңнан шақты ғой. Айына. 2 айда 600 мың болса, айына 300 мың, 2 адам болдық, 150 мыңнан басына шақты. Это таза пайдамыз. Қазір бір жылда уже миллионға жақындап қалды, да? Толықтай сіз өздеріңіз производстволарыңыз? Иә, мынау толықтай біздің производство. Мынау столда, МДФ, столешница мынау МДФ-тен 22 толщина идет. Пленкамен, мына судан ештеңеден қорықпайды мыналар. И орындықтар да мынау бағанағы Астанаға деген соның вариантымен жасалған. Мягкая мебель. Бұл кәдімгі үйге заказ берген ба? Бұл үйге заказ берген, иә. Полный біздің жасаған. Аяғы да полностью бәрін өзім жасап шыққан. Жалпы кез келген кәсіптің өзінің сезоны бар, иә? Осы кәсіпте сезон бар ма? Негізі сезон бар деп айтсаң да болады, жоқ деп айтсаң да болады. Біздің мебельдің уақыты мына ремонт пен стройка біткен уақытта басталады да біздікі. Мысалға елдердің бәрін ремонттың стройка аяғына жете бастағанда, иә, жете бастаған кезде уже заказ бере бастайды да, чтобы ремонты бәрі бітеді, стройка сәті и мебель кіреді. Екіншісі, сезон жоқ деп айтуы мүмкін. Это смотрите, бала туылады, мебель керек. Балалар сезонға қарамайды. Үйленесің. Тоже особо сезон. Үйлене береді. Қызда да, жазда да. Үйленгенсің не керек? Мебель керек болады. Біреу торговый точка ашты, магазин ашты, там бизнес ашты, офис ашты. Тоже бывает. Біреу жазда ашады, олар сезонға қарамайды ғой. Вот солар ашылғанға байланысты, ну, менің ойымша мебельде сезон жоқ. Круглый уақыт өте береді. Жалпы бұл кәсіпте жалпы темірмен астында негізі себесі қанша бұның негізі? Қанша процент пайда бұл жақта? Маржа? Маржа негізі біз мысалға жұмысты қосып, арендадан қосып болған соң 30% маржа қосамыз өзімізге. Таза пайда 30% қалады, иә? Бүкіл шығындарды алып тастағанда, иә? 70% предоплата аламыз, это материалдары бәріне, жұмысына бәріне кетеді. Жұмысшылардың еңбегі. Жұмысшылардың еңбегі, арендаң бар, соның бәрі кетеді. И артынан кейін жұмысын бәрін қабылдап болған соң өзіміздің маржамыз 30% аламыз. Но біз бағаны өте төмен ұстаймыз да. Қолжетімді баға ма? Қолжетімді баға, иә. Мысалы қазір бізде өзіміздің маленький реклама ғой, былай айтып кетеді. 150 мыңнан акциямен столдарымыз бар да, мысалға 150 мың теңге керамический стол. Беті керамогранит, 6 адамға рассчитаны 150 мың теңге тұрады. Но егер де бағанаға айтқан магазинге барсаңыздар, олардың ең кемі деген 700 мың теңгеден тұрады столдар. Біреусі ма? Біреусі, иә. Біз қазір Россияның бір производителі керамогранитпен договорға отырып, өзімізге сояқтан столешницалар алдыртып жатырмыз. Бетін жоқ. Дайын келеді бізге кесілу размерімен бізге керек. И просто ножкасын жасаймыз да, штамппен штамповать етіп бере береміз. Бұл кәсіпте негізі темірін бөлек адам жасайды, ағашын басқа адам өндіреді, иә? Негізі, иә, бізде мысалға ағашпен жасайтын бізде цех жоқ. Бұл металл мен ағашты кішкене қосу кішкене қате болады да, потому что ағаш кішкене өртке өте қауіпті ғой. То есть тез өртеніп кетуі мүмкін. Сварка это от, былай қарасаң. Вот сондықтан біз не совмещаем это все. Бізде өзіміздің нерлеріміз бар, партнерларымыз бар. Ағаш жасап береді бізге металда, мысалы столдың беті керек. Мысалы мынандай столдың беті керек. Сол керек болған кезде бізге партнеріміз жасап береді. Тас керек болса, тастың партнері жасап береді. Стекло керек болса, стекломыз партнері жасап береді. Бәрі, құдайға шүкір, әйтеуір подвескамыз жасап қойғанбыз бәріміз. Клиент не сұраса да бетіне. Керамогранит, искусственный камень, мрамор, стекло, ЛДСП, дерево, массив не сұрайды, қойып беруге. Клиент заказ түссе болды дейсіз қалдырай. Бәрін жасап беруге тырысамыз. Жалпы қорытындылайық. Осы кәсіппен жаңадан бастағысы келетін адамдарға берер кеңесіңіз қандай? Қорықпау керек.
негізі қалай айтушы еді анау бір мақал бар еді, есіме түспей жатыр. Қорықпаңыздар, бәрі де Алланың берекесі берсе, берекесін берсе Алла тағала, любой жұмыс жүріп кетеді, ол не болса да. Бізге енді Құдайға шүкір жүріп кетті. Егер де қорықсаңыздар, маған келіңіздер, үйретемін. Негізі керемет сұхбат болды, рахмет. Жақсы, рахмет сіздерге де. Құрметті достар, егер де бір қойылмаған сұрақтар болса, міндетті түрде комментария жазып кетіңіздер, біз сұрап, жауабын алып беруге сіздерге тырысамыз. Іскердің кезекті шығарылымы аяғына жетті. Осы шығарылымдағы информация сізге пайдасы тиеді деген ойдамыз. Соңына дейін көрген үшін алғысым шексіз. Бізді қолдауын кетпейміз. Комментарий, лайк, подписка. Іскер соңы, рахмет.